Келес ауданында 1 қазан қарттар күніне орай ерекше мәнге ие мәдени спорттық шара ұйымдастырылды. Аудан қариялары арасында шахмат және тоғызқұмалақтан өткен жарыс тайталасқа толы болды. Шараның негізгі мақсаты қарттардың өмірлік тәжірибесіне құрмет көрсету және олардың белсенді өмір сүруіне жағдай жасау. Іс-шара мемлекеттік әнұранмен ашылып, мерекелік көңіл-күй орнады. Ашылу салтанатында ұлттық спорт төрағалары мен ауданның қадірлі қариялары құттықтау сөз сөйлеп, жиналған қауымды қарттар күнімен құттықтады. Олар мұндай игі бастамалардың ардагерлерге деген құрмет пен ізеттіліктің жарқын көрінісі екенін атап өтті. Келешек ұрпаққа үйретіп жатқан біздің тоғызқұмалақ, шахмат, асық ату деген осындай ойындарымызды енді өткізіп, осында жүлдегерлерді Құда қаласа мына облысымызда жатқан дәстүрлі ойындарымызға алып барамыз, Құда қаласа міне. Жарыс барысында қатысушылар арасында өзара достық қарым-қатынасы орнап, жылулық пен татулық сезілді. Ақсақалдар бұл сайыстың маңыздылығын ерекше атап өтіп, оның тек бәсеке емес, рухани жаңғыру мен жастарға үлгі көрсету құралы екенін жеткізді. Қарттарға қарап өседі де олар, жас буындар. Сол жаңағы біздер өрнек алып, тәрбие алып, келешек ұрпақтар жақсы бір нәтиже берсін деген бір үміттер бар да. Біз енді қазірше ойынның ортасында жүрміз. Қазір ойын түрі жаман емес, орташа кетіп жатыр. Құда қаласа жеңіс болып қалуы да мүмкін. Сайыс соңында жеңімпаздар мен белсенді қатысушылар арнайы марапаттармен, алғыс хаттармен және сыйлықтармен марапатталды. Мейірхан Бақытжан Тұрғынбайұлы, Сәтлер арнасының жаңалықтар қызметі.